Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттарымыз: 1 кесе суға 1 жұмыртқа қосамыз, 3 қасық ақ майымызды құйып аламыз, 1 қасық майонезімізді қосып аламыз, және де кішкене тұз қосамыз, кішкене шекер қосып жіберетін боламыз. Сонымен жақсылап араластырып аламыз. Қатты емес, сәл жұмсақтау етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Илеп алған қамырымызды 10-15 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Достар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Егер де пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Менің арнамда қолжетімді өте керемет рецепттер бар. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Қамырымызды илеп алдық. Енді бетін пакетпен жауып 15 минутқа қойып қоятын боламыз. 15 минуттан кейін қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөліп табаларға жайып алатын боламыз. Табамыздың астын майлап, қолымыздың көмегімен барлық жеріне жеткізіп жайып алатын боламыз. Жайып алдым. Енді бетіне майонезіміз бен кетчупымызды қосып жағып алатын боламыз. Осылай бетіне барлық жеріне жеткізіп жағып алатын боламыз. Бүгін біз тек колбасадан жасайтын боламыз. Балалар колбасаны жақсы көргендіктен сол колбасамен жасайтын боламыз. Жағып алғаннан кейін үстіне сырымызды барлық жеріне жететіндей етіп үккіштен өткізіп алатын боламыз. Өткізіп дайындап алғаннан кейін бетіне туралған колбасамызды осылай майдалап 4-1-леп мен турап алдым. Колбасасы көп болғандықтан балалар колбасасын осылай майдалап турап алып салдым. Екінші пиццамызға колбасамызды бүтіндей салатын боламыз. Осылай барлық жеріне қойып шықтым. Енді бұның бетіне кетчуп пен майонезімізді жағып 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Майонезіміз бен кетчупымызды жағып алдық. Мен пешке 15 минут қойып пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше.